Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Бейімбет Майлин ел сыры жинағынан қыздың зары деген әңгімесін оқып беремін. Қазақ тілді контентті қолдап каналыма жазылыңыздар. Қыздың зары. Қойдай ғып әкем сатты мал бергенге. Жете алмай ой түбіне болдым делбе. Аяса қайтетін еді әкем байқұс. Баласем кемерінен шыққан менде. Қалыбай деген. Қызы Шынаркүлді бұйыл құтты жеріне қондырған екен. Шынаркүл есі кірген бала ғой. Әкесінің берген жеріне көңілі толыңқырамай замандас жеңгелеріне, қадірлес сіңлілеріне кетерінде мұңын айтыпты. Мұңын қалай айтты дейсіңдер ғой. Қалай айтсын? Әке-шешесінің бетін жыртып, мынауың теріс дейтін қыз ілуде біреу ақ. Шынаркүл де солардың қатарына кірерлік бала екен. Бірақ сәл ұяңдық қылған. Әке-шешесіне тура барып айта алмай, ақ бөкебайды жамылып ауыл қыдырып сыңсып жүргенде ойындағы мұңын өлеңмен айтыпты. Шынаркүл басқа қыздар секілді. Құдай-ау, қызды неге жаратасың? Бетіне мал бергеннің қаратасың деп бәленің бәрін Құдайдан көріп жағасынан алмаған. Бәленің басы кімнен екенін сезіп тура соның жағасынан алған. Қойдай ғып әкем сатты мал бергенге. Жете алмай ой түбіне болдым делбе. Аяса қайтетін еді әкем байқұс. Баласем кемерінен шыққан менде. Деп малғұмар әкесіне жабысқан. Әкесінің ісінің терістігін, әкесінің қара жүректігін, іштен шыққан баласын қойдай ғып сатып отырғандығын былайғыларға өлеңмен сездірмекші болған. Құр сездіріп қана қоймай, есебін тапса, ретін келтірсе, басына келген осы бәледен құтылғысы келеді. Бірақ қалай құтылу жолын айыра білуге шорқақ. Сүйгенімен қашқан бірен-саран қыздардың оқиғасын естігені бар. Естігенмен Шынаркүлдің одан үлгі аларлығы жоқ. Өйткені қашқан қыздарды ел өсекшілері неше түрлі өсекпен бұлғап, жан шошырлық қылып көрсететін. Сондықтан Шынаркүл мұңды зарын ел игілерінің құлағына салғысы келеді. Әкесіне қарағанда оларды әділ деп танығысы келеді. Айбынды ел иесі аталарым, ақ жолға белді бусам, баталамын. Адамды мал ғып сатқан қайдағы заң, еліңді түзесейші қаталарын деп оларға өтініш айтқысы келеді. Әйтсе де жылаған жалғыз Шынаркүл емес, қойдай ғып сатылған жалғыз Шынаркүл емес. Соның бәрін біліп, көріп отырған ешбір шара қолданбаған игі жақсылардың әділдігіне де шүбаланады. Оларда өз әкесіндей қара жүректің бір екенін көңіл сезгендей болады. Енді қайтпек керек. Сүймеген адамына бармақшы ма? Жас өмірі жылаумен өтпекші ме? Шынаркүл дағдара келе бірге туған ағаларын есіне алады. Олардан жәрдем болмас бекен деп дәмеленейін десе де, әкесімен қосылып бірге сатып отырған ойлап, олардан да безеді. Оларға да туысқандық жөнмен өкпе айтады. Тәңір құл, Құдай құл мен ағаларым, бір туған қарындас деп қарамадың. Әкеме тоқтау айтсаң қолдарың деді. Қайтейін, оны істеуге жарамадың деп олардың бұзықтыққа сергі екенін әшкерелейді. Мұның бәрінен қол сілтеген соң дағдарған Шынаркүл басқа қыздардың кебін киіп, айналып келіп Құдайды табады. Осының аты үлкен еді ғой. Бір жәрдем болса, осыдан болар дейді. Үстімде шай көйлек, көлең деген. Ойымда бар ма мұны, көрем деген. Құдай-ау, уәден қайта құтқар мені. Қолымнан сұрағанын берем деген. Деп жалбарынған секілденеді. Бірақ араға түсіп ісін жеңілдетпейтіндікке көзі жеткен соң, басқалар секілді о да жүретіңдайды екен ғой деп Шынаркүл теріс айналады. Енді мұның үстінен де асып барып арыз айтатын орынды Шынаркүл ойлап таба алмайды. Көңілі бірдемені сезген секілденеді. Бірдеме ойда елестегендей болады. Ол не еді? Ол сот орындары еді. Жылаған әйелге сот орындары бостандық алып береді дегенді құлағы еміс-еміс естіген секілдеді. Бірақ сол сотты қалай табу керек? Қайдан табу керек? Міне, бұл жұмбақты шешу Шынаркүлдің қолынан келмейді. Жалғыз Шынаркүл емес, ел қыздарының бәрі де осы дағдарысқа ұшырап, шешуін таба алмай, екі көзі бұлаудай болып, жылап-жылап ұзатылып кете береді. Ұзатылған қыз ақ бөкебайды жамылып жүріп, ауыл қыдырып сыңсиды. Мұңды әнмен өлең айтады. Мұны тыңдаған жұрт қызық көріп қарайды. Өйткені ұзатылған қыздың жылауы, сыңсуы әдет болып кеткен. Сол әдетті орнына келтіру үшін ғана жылап жүр деп түсінеді. Бірақ олай емес-ау. Сол бөкебайдың астында, сол жылау сыңсудың арасында талай мұңды зар бар. Сүйгеніне қосыла алмай арманда болған арулар ақтық рет іштегі шерін шығарып, сыңсып жылайды. Мұңды даусымды естіп, біреу болмаса біреу жәрдем қолын созбас бекен дейді қайтсын. Бұдан артыққа қазақ қызы бара қоярлық болды ма? Мыңнан бірі хат танымайды. Әйел теңдігі туралы кеңес үкіметінің заң шығарып, жолсыздықпен күресіп жатқанын елдегі әйелдердің ілуде біреу ақ білетін шығар. Оларға білдіріп, түсіндіріп жүрген адамдар да сирек. Иә, қыз сыңсиды, жылайды.
ел оны әдет дейді. Мыңдаған қыздар бар мұңын өлеңмен айтып қош айтысып кете береді. Ол өлеңді елде оны жаттап айту елдің әдетінде жоқ. Жалғыз-ақ қойшылар ғана қойын қабаққа жайып салып, көк шолақты аяңдатып, ойнатып жүріп, ұзатылған қыздардың мұңды өлеңдерін жыр қылып айтады. Шіркін балақ еді-ау. Арманда кетті ғой деп қойшылар аяушылық қылсады. Келесі жолы қандай әңгіме тыңдағыларыңыз келеді? Пікір қалдырыңыздар.